Ассалаумағалейкум құрметті достар, Мұрат Әбділда өзінің кезекті сұхбатын Айдос мырзаға берген кезде көптеген заттар айтты. Соның ішінде ол мен тікелей эфирде отырған кезде ішімдік темекілерді адамдарға ішсін, шексін деп көрсетпеймін. Тек менің контентім басқа блогерлердікі сияқты емес, ашық түрде өтті. Мен тек жақсы шындықты айттым. Өмірімнің қараңғы тұстарынан ешқашанда үлгі алмаңыздар. Және де өзінің үйленгенін айтты. Бірақ мен былтыр үйленгенім рас. Үйленгеннен кейін бірақ өкінішке орай ажырасып кеткен екен. Енді түрмеден шыққаннан кейін үйленуге ой бар дейді. Ақыл парасаты тоқтатқан сондай бірі қыз болса деген ойларын айтты. Енді нақты мынадай қыздар дайындалсын деп айта алмаймын. Және де мен осы өзінің жатқан түрмесінде 6 ай емделдім сол мекеменің атынан. 6 ай мәжбүрлі түрде емдеу. Және де ол ішімдікті түбегейлі қойғанын. Ішімдік қойған адам мүлдем былай емделіп шығып, ішімдікті қойдым. Және де өте қуанышты жаңалықтардың бірі, 2000 мысалы әр түрмеде оның тәртібі жақсы болса, оның мысалы 4 жыл 6 айдан кемітіп, қысқартып 2023 жылдың қыркүйек айында сол қуанышты жаңалықты алып қалуы мүмкін деген өзінің керемет оймен бөлісті. Алла қаласа 2023-тің қыркүйек айында келеді. Ол сол қамау изоляторында жатып, шыққаннан кейін өнер жолына қайтадан келетінін, студияға барып өлең жазатын, және де сол түрмеде 17 өлең шығарып қойған, халық естімеген. Қазіргі таңда ол сол түрмеде сварка жаңағыдай жұмыстарының көмекшісі болып істейтін, және де өзіне осындай тамаша бұйымдар жасағандарын көрсетіп отыр. Және де Мұрат Әбділда өзінің көрермендеріне, қазақ еліне құттықтауын айтты. Қазақ еліне үлкен бақыт тілеймін. Әрбір отбасы аман болсын, бақытты болсын. Өнегелі ұл мен өнегелі қызымыз тәрбиеленіп өсе берсін дегім келеді. Және де ол алдыңғы бір сұхбатында достарыма ренжим, анама ғана керек екем деген сөзін енді кішігірім бір менің еркелігім болған шығар, мүмкін сағынғаным болған шығар деп қатты ол кезде енді кішігірім сондай эмоциямен айтып қойдым дейді, бірақ қатты ренішім жоқ дегендей әңгімелерін айтып жатыр. Мұрат Әбділданың анасы да өзі жаңа сұхбатта берген кезде Айдос мырзаға айтып жатыр, менің балам ешқандай, ол негізі жақсы бала, ақылды бала, тек халық сол жерде отырып, сол халықтың жазған сөздеріне ғана не істеп кетеді деп ше, жаңағыдай соларға байланып бұрылып, солға кетіп, соған сөйлеп кетеді деп жатыр. Бұлай негізі сол сұхбатын көрсеңіздер де болады, YouTube каналдан өте тамаша сұхбат болған. Көбісі ойлайтын шығар, ана прямой эфирде отқаннан кейін Мұрат Әбділданы темекі шегеді, пиво ішеді, басында ауытқуы бар деп. Бірақ ол ешқандай ондай ауытқу жоқ. Таза, кәдімгі, дені сау, ақылды жігіт Мұрат Әбділда. Сен кеше асқақтадың өстің, сынаққа салды сосын 5 күн. Досым деп жүрген жандар қайда, қасыңда қалмады ма ешкім. Досым деп жүрген жандар қайда, қасыңда қалмады ма ешкім.